Енді құрметті студенттер, біз жаңағы видеоны жалғастырамыз. Тек түсінікті болсын деп қана сол сурет салып аздап түсіндіргенбіз. Енді біз қазір ылғал препараттан немесе торыстан талдайтын боламыз. Енді жаңа ғана ішпердеге қайтып анықтама бермей қойын, айттық. Жүру жолының кейбір элементтерін жаңа суретте салған қайтадан қайталап шығам және туындыларына тоқталатын боламыз. Ішперде міне жоғарғы жағында ішкі қуысының қабырғаларын қараңыз. Жоғары қарай жауап келді. Міне көкет тұр. Көкет бұл ішкі қуысы мен кеуде қуысын бөліп тұрады. Міне көкеттің төменгі бетіне келгеннен кейін екі жапырақшасы міне бауырдың көкеттік бетіне ауысады. Ауысқан жерде мінекей пайда болған лигаментум фальсиформи гепатис. Мінекей лигаментум фальсиформи гепатис арғы қарай қарайтын болсақ, міне тәждік артерия. То есть тәждік байлам коронолигаментік ол ары қарай үшбұрышты байламға ұқсайды, жалғасады. Енді әрі қарай бауырдың мінекей көкеттік бетінен висцералдық бетін жабады. Висцералдық бетін жапқаннан кейін бауыр қақпасына келгенде, екі жапырақша қайттан асқазанның кіші бірігеді, асқазанның кіші иініне қарай келеді. Осы жерде пайда болатын кіші шарбы аментоминс, манағы өткен видеода оған құрамына қандай байламдар кіретінін айтқанбыз. Яғни бұл жерде бауыр қақпасына міне асқазанның кіші иініне қарай тартылатын лигаментум гепатогастрика және 12 елшектің жоғарғы бөлігіне тартылатын лигаментум гепатодуоденале. Осы екі байлам кіші шарбыны құрайды. Әрі қарай асқазанның кіші иінінде қайттан екі жретіне алдыңғы қабырғасын, асқазанның артқы қабырғасын жабады да, асқазанның үлкен иініне келген кезде, курватора вентрикули майырға келген кезде қайтадан бірігеді екі жапырақша. Міне асқазанды барлық жағынан жабады, интраперитониальды болып тұр. Бұл жапырақша енді іштің алдыңғы қабырғасына қарай салбырап түседі деді. Екі жапырақшасы міне сосын қайттан жоғары көтеріледі. Көрдіңіз ба? Жоғары көтеріледі де іштің артқы қабырғасына барады деді. Сол жерде пайда болатын төрт қабатты мынау аментум майус, үлкен шарбы. Міне фартук сияқты іш қуысының алдыңғы қабырғасына түсіп тұрады. Мен мұнда манағы суретте салғанбыз. Енді әрі қарай бұл іштің артқы қабырғасына барады. Іш қуысының артқы қабырғасында ол мінекей ұйқы безін алдынан жабады да жоғарғы париетал жапырақша қайттан ұласып кетеді. Ал оның бір жапырақша қайтып іш қуысына шығады да, мінекей қараймыз, көлденең тоқшекті жан жағынан қоршайды да, сөйтіп іштің артқы қабырғасына қайтып барып бекиді. Міне сөйтеді де бұл тоқшектің көлденең бөлігі интраперитониаль жабылған және оның шажырқайы мезоколон трансверсінің өзінің шажырқайы бар. Сосын қайтып шығады да, висцералды жапырақшаға айналады да, міне жіңішке ішектің, аш ішектің, мықын ішектің ұзақтарын жеке-жеке қоршап, оған шажырқай түзейді. Мінекей. Сөйтеді де іштің артқы қабырғасына қайтып барады дедік. Мана айтып өттім, іштің артқы қабырғасына қиғаш екінші бел омыртқа деңгейінен солдан оңға қарай қиғаш жатады. Мен суретін салып қойғанмын манағы суретте. Және ол оң жақта сегіз көз мықын буын деңгейінде артикуляция сакро илиака деңгейіне дейін созылады екен. Міне сөйтеді де шажырқай артқы қабырғасына бекіп, міне бүкіл жіңішке ішектің тұсақтарын ұстап тұрады. Әрі қарай бұл екі ажырайды, міне екі бүйірге қарай кетеді. Міне тоқшектің төмендеген бөлігі колон descendens және колон ascendensке келеді де, оны үш жағынан қоршайды. Мезоперитониалды, сөйтеді де іштің алдыңғы қабырғасына айналады. Көрдіңіз бе? Ал төменге қарай мана айтып өттім. Мінекей тік ішекті қалай жабатын, оның алдыңғы видеоларда айтып өттім де, сондықтан бұл жерде тоқталмаймын. Қалай жабады, қандай ұңғылдар түзейді, ер адам мен әйел адамдардағы ерекшелігін айтып өттім. Енді іш қуысы екі қабатқа бөлінеді дедік. Жоғарғы қабат этаж, төменгі қабат, төменгі этаж. Оның екеуінің шекарасы мінекей көлденең тоқшек пен мезоколон трансверсум. Үлкен шарбыны көтерсек, біз көріп мезоколон. Міне осы аралықты жоғарғы этаж, көкетпен аралықты, оның астыңғысын төменгі этаж дейміз. Жоғарғы этажда анатомиялық оқулықтарда оның туындыларында үш қалтаны береді. Ол бурса. Ал топографиялық оқулықтарда оны 5 қалтаға жіктейді. Сондықтан осы ерекшеліктерінде білу керек. Ең бірінші анатомиялық оқулықта беретін ол бурса гепатика, бауыр қалтасы. Бауыр қалтасы бұл бурса гепатика. Міне жоғарыда диафрагмамен сол жағында лигаментум фальсиформи гепатиспен шектелген. Ал төменгі жағында көлденең тоқшек және оның мезоколон трансверсумен шектелген. Осы аралықты бауыр қалтасы деп атайды. Негізінен бауырдың оң жақ үлесі орналасқан. Оң жақ үлесі орналасқан. Және бұл төменгі жағында
төменгі жағында, қазір төменгі этаждың туындыларында айтамыз, мінекей оң жақ бүйір канал, каналис латералис декстрамен байланыс жасайды. Бауыр қалтасы. Келесі пурса прегастрика, асқазан алды қалтасы дейді. Асқазан алды қалтасының артқы қабырғасы асқазанның алдыңғы бетімен кіші шарбы құрайды. Төменгі, то есть қабырғасын көкет құрайды, және ол жақта бауырдың сол жағы үлесі орналасқан. Ал оң жағын лигаментум фальсиформи гепатис бар, мінекей бөліп тұрады, және бұл жақта лигаментум терес гепатис бар, осылар бөліп тұрады екен. Ал сол жағында көкеттен көлденең тоқшекке қарай тартылатын бұрышына лигаментум френика колика шектейді. Асқазан алды қалтасы, мінекей үлкен шарбының алдыңғы бетімен тікелей іштің алдыңғы қуысы арқылы жамбас астауына қарай байланыс жасайды. Бұнда білу керек. Бұл тоже ерекшелігі. Енді егер үшінші қалта бурса менталис, шарбы қалтасы дейді. Шарбы қалтасы асқазанның артында жатады. Сонда оның шарбы қалтасының міне қолымды салып тұрмын. Оның алдыңғы қабырғасы, асқазанның артқы қабырғасы, көрдіңіз ба? Кіші шарбы. Артқы қабырғасы, іш қуысының артқы қабырғасы, және сол жерде жауып тұрған париетал жапырақшасы қойды. Жоғарғы қабырғасын не қараймыз? Бауырдың құйрықты үлесі, құйрықты лобус каудатус. Ал төменгі қабырғасы міне көлденең тоқшек және оның шажырқай шектеп тұрады. Осы аралықта бурса менталис дейді. Бурса менталис асқазан алды қалтасымен форамин эпиплоидиум арқылы Винслов тесігі немесе байланыс жасайды. Оны қалай түсінеміз? Винслов тесігінің алдыңғы қабырғасы лигаментум гепатодуоденали, артқы қабырғасы төменгі қуыс венаны жауып тұрған париетал шперде. Осы екеуінің арасына міне саусақты салатын болсам, міне менің саусағыма қараңыз, бурса менталиске түсем. Сонда оның жоғарғы қабырғасы міне құйрықты үлес, мен қолыма қараңыз, лобус каудатус, көрдіңіз бе? Ал төменгі қабырғасы уникелшектің жоғарғы бөлігі. Осы аралықта ориентир болады. Болжам сол арқылы саусақты салатын болсақ, бурса менталиске түсетін боламыз. Енді бұл жерде мына ерекшелікті білу керек. Лигаментум гепатодуоденали тартылған кезде бұл байламның құрамында келесі анатомиялық құрылымдар орналасады. Оңнан солға қарай синтопиялық қатынасы бойынша дуктус халидохус, вена порте, артерия гепатика проприя. Осы үш құрылым синтопиялық осындай қатынас бойынша орналасқан. Енді бұл байламның құрамын қараған кезде вена порте сәл артқа таман тұрады да, артерия мен дуктус халидохус, артерия гепатика проприя қатар жатады. Ортасынан вена порте көрініп тұрады, сондықтан осы синтопиялық қатынас сақталған. Бұны топографиялық анатомияда схема бойынша 2 деп береді оңға. Дуктус, вена, артерия. Бұл анатомиялық оқулық бойынша жіктеу. Енді топографиялық оқулықтарда келесі 5 қалтаға бөледі. Біріншісі, бұл оң жақ, сол жақ бауыр қалтасы. Бурса гепатика декстра синистра, міне қол салып тұрмын. Немесе бұны кейбір жағдайда көкет астылық кеңістік деп береді. Сонда оң жақ бауыр қалтасы мен сол жақ шекарасы лигаментум фальсиформи гепатиспен көкет жоғарғы, төменгі қабырғасы бауырдың оң жақ үлесінің диафрагмалдық беті, ал артқы қабырғасы тәждік байлам. Түсіндіңіз ба? Бүйір жағынан ол ашық болады, қараймыз. Ашық болады да тікелей каналис латералис декстрамен байланыс жасайды. Сондықтан осы диафрагманың астында оң жақ бауыр қалтада егер іріңдіктер, қан болатын болса, ол тікелей ағып, каналис латералис арқылы төмен қарай ағып байланыс жасайды. Сол жақ бауыр қалтасы, бұл бурса гепатика синистра, бұл жүктелістегі, бұл қараймыз, оң жағынан лигаментум фальсиформи гепатис, жоғары жағынан диафрагма, төменгі жақтан бауырдың сол жағы үлесі, қараймыз. Арттан жаңа айтқан тәждік, сол жақ тәждік байлам. Ал сол жағынан бұл талақпен шектеледі, және оның астында лигаментум, мана айтып өтті, көкет ішек байлам, лигаментум френика коликум бар. Сондықтан бұл қалта сол жақтағы каналис латералис синистрамен байланыс жасамайды, бұл байламмен арқылы. Сондықтан бұл жердегі болатын іріңдік қан болатын болса, талақтан төмен қарай осы байлам жібермейді. Сондықтан осы ерекшелікті білу керек. Бұл келесі бауыр астылық кеңістік, спациум субгепатика. Бұл түсінікті. Бауырдың висцералды беті не тұр? Артқы жағынан мана айтқан кіші шарбы бар.
лигаментум гепатодуоdenal және оң жақ бүйрекке қарай тартылатын лигаментум гепатореналис бар. Осылар шектейді. Бұл енді оның сол жақ шекарасы тікелей былай айтатын болсақ, асқазан алды қалтасымен бурса пригастрикамен байланыс жасап тұрады. Бірақ оның шартты түрде оның шекарасы болып, немесе қабырғасы болып, жалпы лигаментум терис гепатис осы байлам болып табылады. Бірақ бұл бір-біріне бұл байлам, то есть қалталар байланыс жасап тұрады. Мысалға, пригастриканы мана айтып өттік шекараларына, бурса менталисті айттық, тек шартты түрде. Сондықтан топографияда берген осы үш қалтаны, үш кеңістікті біріктіріп, бурса гепатика деп беріп жіберген анатомия оқулықтарында. Сондықтан бұл да екі жіктелісте қате емес. Бұл тағы бір ерекшелігі мынада. Асқазанның мысалға алдыңғы қабырғасы тесілетін болса, асқазанда міндетті түрде аздаған газ болады. Бұл осы спациум субгепатика арқылы ауа шығып кетеді. Асқазанның мысалға тесілген жараларында осындай симптом бар. Ол кезде бауырдың тынық дыбысын жояды дейді, себебі ауа тарап кетеді ғой. Сондықтан осы ерекшелікті тарды білу керек. Бұдан басқа жоғарғы этажда тағы туындыларында айтатын, асқазан мана айттық, үлкен шарбының екі жапырақшасы салбырап түсіп қайтадан көтеріледі. Осы жерде асқазанның үлкен үйінен көлденең тоқшекке тартылатын лигаментум гастроколикум бар. Бұны да білу керек. Асқазанның үлкен үйінен талаққа қарай тартылатын лигаментум гастролиеналис бар. Бұны да білу керек. Және асқазанның кардиалды бөлігінен мына диафрагмаға тартылатын лигаментум гастрофреника деген байлам бар. Бұл байламдар да осы туындыларына жатады. Енді төменгі этажға келетін болсақ, мен мана айтып өттім, мезентерика, то есть аш-ішек шажырқайы қиғаш жатады дедік. Бұл аш-ішек шажырқайыны қарап отырсақ, аш-ішек шажырқайы арқылы төменгі қуыста екі қойнауды бөлеміз. Синус мезентерика синистра және одан былай қарай синус мезентерика декстра. Синус мезентерика синистраның шекарасы оң жағынан және жоғарғы жағынан жіңішке шекпен, то есть аш шек пен мықын шектің шажырқайы сол жақтан төмендеген тоқшек colon descendens жоғарғы екеуінде түйіседі, ал төменгі қабырғасы болмайды, ол тікелей жамбас астауымен жанасады. Сондықтан осы жерде қан кету болатын болса, бұл көбіне жамбас астауына ағып кетеді. Әдетте бұл жерге келетін, сәйкес келетін мінекей артерия мезентерика инфериор бар, артерия мезентерика инфериор. Осы артерия жарылып немесе зақымдалып қан кететін болса, мінекей тікелей жамбас астауына ағады. Келесі бұл қайталап тағы айтып жібереміз. Бұл жаңағы айтқан, былай жоғары көтеріп қой, міне оң жағы. Бұл жердің шекарасы оң сол жақ және төменнен мықын шек пен аш шек шажырқайы, жоғарыдан көлденең тоқшектің шажырқайы мезоколон трансверсум, ал оң жақтан мінекей жоғарылаған тоқшек колон асценденс. Бұлар төменгі жақта, мына көрдіңіз бе, немесе қолыма қарасы екеуі түйіседі де, шартты түрде ол толық бөлінген. Яғни бұл жердегі если қан кету тағы бір деңгейлер болатын болса, басқа патология сүйістік, ол жамбас қуысына қарай ақпайды. Не осы ерекшелікті білу керек. Бұдан басқа манағы айтып өткен төменгі этаждың туындыларында ер адамдардағы бір ұңғыл бар, және әйел адамдардағы екі ұңғылды айтып өттік. Бұларды да қосымша білу керек. Міне, ішперденің анатомиясы туралы